Бизнес ол кімдер үшін? Бизнес ол ер адамдардікі, ерлердің энергетикасы әйелдерге мүлде қажет жоқ дегенде мен қарсы шыққан едім. Кез келген ер адамның қолынан келе бермейді. Бетіне күліп қарап, арқадан пышақ салу, ер кісілер тарапына опасыздық, сатқындық, ең бірінші кезекте біз табиғатымызға, болмысымызға сай кәсіппен айналысуымыз керек. Қайырлы күн менің оқырмандарым. Бүгін Жанар Айдар орталығының YouTube каналында кәсіпкер, журналист және де блогер, қазіргі таңда Кәсіп Медиа YouTube каналының негізін қалаушы Әсем ханым қонақта. Қош келдіңіз. Қош болдық. Әсем ханым, жалпы қазіргі таңда кәсіп дейміз ғой біз, бизнес дейміз. Бизнес ол кімдер үшін? Әйел адамдар үшін ба, әлде ер адамдар үшін ба? Керемет сұрақ. Жалпы осыдан бірнеше жыл бұрын бір орыс тілді, енді украинцда білмеймін, психологтардың, бизнесмендердің ютубтан сұхбаттарын көргенде бизнес ол ер адамдардікі, ерлердің энергетикасы әйелдерге мүлде қажет жоқ дегенде мен қарсы шыққан едім. Жоқ, бизнеспен әйелдер айналысу керек деп. Әрине бизнеспен әйелдер айналысуға болады, егер де ол жан дүниесіне жақын болса. Мысалға үйде отырып торт пісіру, тігіндікпен айналысу, жаңағыдай гүл саудасы, мысалға алтын дегенде біздің бәрібір де біздің жан дүниемізге жақын ғой, ал менікі автошкола болды. Яғни бұл жерде жаңағыдай 90% ер кісілер жұмыс істеді. Бұл кәсіп менің әкемнен қалған. Әкем өмірден өткен соң, мен өзім журналист болсам да, шығармашылық саласында жүрсем де, әкемнің жаңағыдай бір ауыз сөзі үшін әкеме деген құрмет, махаббат, сыйластық болғандықтан Астанадан сол Түркістанға келіп, осы кәсіпті қолға алдым. Өте қиын болды, өйткені ер кісілердің тарапынан бетіне күліп қарап, арқадан пышақ салу, ер кісілердің тарапына опасыздық, сатқындық, жаңағыдай ашкөздік болды. Енді осындай жаңағыдай кәсіптерде қыз баласы ретінде мен қатты қиналдым. Дәл қазір уақытта жылжымайтын мүлікпен айналсам, яғни ремонттаймын және де жалға беремін. Мемлекеттік мекемелер болсын, жеке кәсіпкерлер болсын, бұл істің де машақаты жетерлі. Сондықтан да ең бірінші кезекте біз табиғатымызға, болмысымызға сай кәсіппен айналысуымыз керек. Жаңа Әсем ханым айтып қалдыңыз, ер адамдардың арқадан пышақ салуы деп. Қазіргі таңда осы бизнес этика деген нәрсені енгізу керек сияқты, қалай ойлайсыз? Өте дұрыс айтасыз. Және де мен мысалға түркістандықпын да, оңтүстік өңірімін. Түркістан мен Шымкент қаласының арасы 1,5 сағат болса да, екі қаланың адамдары, жаңағыдай ой-өрісі, мәдениеті екі түрлі. Бұл жерде өңірге байланысты айтып отырмын. Түркістанда енді көпке топырақ шашпаймын, бүкіл ер азаматтар бір деп айтпаймын. Жалпылама біздің өзіміздің менталитетіміз бар. Бұл жерде бизнес этика деген мысалға енді бізге келіп жатыр Қазақстанға. Жалпы бизнестің көтерілуі, төбе көтеруі, енді ғана бизнестің енді ғана мониторинг дегеннің бәрі осы соңғы бір 3 жылдың көлемінде болып жатыр да. Сондықтан да бизнес этикеті ол өте қажет, әсіресе түркістандықтарға өте қажет. Сондықтан да енді өкінішке орай бізге ол әлі келген жоқ. Білмеймін, мүмкін Алматыда жаңа бизнес этикасы бар шығар және оны ұстанып қолданатын шығар. Ал біздің өңірге енді сол бизнес этикасы келсе, жаңа жас кәсіпкерлер болсын, енді ғана кәсібін бастап жатқан қиналмас еді. Өте дұрыс айтасыз. Негізі өзім мұғалім болғандықтан осы бизнес этикасын сабақ беремін да, сол үшін сұрап отырмын. Негізінде қазіргі таңда қарап отырсаң, бизнес этика жайлы біздің Қазақстанға келіп жатыр, американдықтардан, жапондықтардан бизнестерін қалай жүргізу этикасы деген сияқты. Енді қараңызшы, сіз жаңа бір сөзіңізде айтып қалдыңыз, әкемнің бизнесін қолға алдым, өзім журналист болғанмен де осы салаға келдім деп. Мынандай нәрсе ғой, кез келген ер адамның қолынан келе бермейді негізі. Мысалы біз көріп жатамыз, көптеген өңірлерде мысалы әкесінің бизнесін керісінше төмен қарай түсіріп жатқанын көріп жатамыз. Енді осындай ер мінездік сізден кімнен, анаңыздан ба, әкеңізден ба, кімнен берілген? Бұл мінез әкемнен берілген. Әкем өте қайсар, қайтпас, берілмейтін адам еді. Жаңда маған айтатын, не падай духым деп айтатын. Сосын қандай да бір қиындықтан әкем позитив көретін. Мен соған таң қалатын да, қандай басынан ауыр сынақтар болсын, бизнесін тексерді, қолдалады. Бізде 10 жыл бұрын, 20 жыл бұрын, 30 жыл бұрын қандай еді? Жаңағыдай кәсіп ашуға қорқатын едік, жақсы көлік мінуге қорқатын едік. Өйткені құзырлы органдар тексеретін, ставкаға қойып тастайтын. Енді Алматының астынан білмеймін, әлі күнге дейін Түркістанда сондай бар да, жақсы көтеріліп келе жатсаң, көзге түсіп жатсаң, Түркістан облыс орталығы дегенмен ол кішкентай қала. Сондықтан да жаңағындай бәлеқорлар болсын, жаңағындай егер де сен қыз баласы болсаң, я болмаса жас кәсіпкер болсаң, жаңағындай табысыңды қазір адамдар өзінің қалтасын санамайды, ол өзгенің қалтасын санап, жаңағындай дайын олжаға, дайын асқа қасық болсы керек. Жалпы әкемнің сондай бір
қиындықтарға төтеп бергенін көргендіктен мен де әйтеуір барынша күресуге барымды салып тырысып жатқаным ғой. Қараңыздаршы, айтады ғой бізде, иә, бала естігенде емес, айтқан емес, көргенді жасайды деп. Бұл сіз әкеңізден көргеніміз болып отыр, иә. Әсем ханым, осы тұста айтайыншы, қазіргі таңда өзім грант саласының эксперті ретінде мынандай нәрсе бар да, осы елдерге грант алып, бизнес баста десең, жоқ, барады да кредит алып бастап жатады. Осы қаншақты дұрыс деп ойлайсыз кәсіпкер ретінде? Кредит аласың да, сіз ойлауыңыз мүмкін, мен кәсіп ашамын, кредит алып, сосын кәсібім жүреді, сол кәсібінен түскен табысты мен кредитке жабам деп. Сіз ойлағандай, сіз жоспарлағандай болмайды, әсіресе сізде стартап болып тұр. Мен істеймін, егер де ойбай 5 жыл, 10 жыл бизнестер жүріп, бизнесті шағып істедеше, сондай бір тәжірибеңіз болса, ол кезде көзіңіз жетіп тұрса, жарайды. Ал енді ғана сіз бизнеске дәмін татқан жоқсыз. Сіз бизнестің әліппесін білмейсіз. Ал сіз барасыз да, анау киім сатып жатыр, Түркияға барып, мынау мысалға кофе ашып жатыр деп сөйтіп аласыз кредит, мысалға жылжымайтын мүлкіңізді қойып, енді білмеймін ғой, тек қана Каспийден ғана емес, шетелсінде ұрынасыз, ал табысыңыз жоқ болады, бизнесіңіз ойлағандай сізге ақша алып келмейді, сонымен не болады? Банкрот болады, отырады, одан кейін күйзеліс, депрессия, сосын кім кінәлі? Өзіңнен көрмейсің да, ой, бизнес бастаған дұрыс емес екен деп бетің қайтып қалады. Сондықтан да мүмкіндігінше бұл жерде қалтада ақшаң болса, соны сақтап қалып, грантқа не қылу керек деп жүгіну керек деп ойлаймын. Әрине бұл оңай емес, сіз сияқты мамандардың көмегімен болмаса, оны кез келген Қазақстанның тұрғыны оны сайтына кіріп, я болмаса құжатын дұрыстап жібере салып, жеңіл қарамау керек қой. Өйткені оның өзінің заңдылықтары бар, оның өзінің талаптары бар, оның өзінің жолдары бар. Рахмет, көп Әсем ханым, өте күшті сұхбат болды. Жалпы алған кезде мені қуантады, қазіргі таңда кәсіптің жасарып жатқаны, жастардың кәсіпке келіп жатқаны. Бұрын кәсіпкер десек, бізде қалай 35 плюс болатын да. Немесе 45-55 плюс. 45-55 болатын, иә. Ал қазіргі таңда кәсіпке келіп жатқандар қыз адамдар көбірек келіп жатыр, одан кейін қазір 16 плюс болып жатыр. Осы тұрғысында барлық өзімнің оқырмандарыма, Әсем ханым оқырмандарына айтар едім, мемлекеттен беріп жатқан мүмкіндікті пайдалану керек, және де Әсем ханымның осындай өмірінен алынған нәрсе кез келген ер азаматқа, әйел азаматқа бір мотивация болса дейді. Себебі біз біреуді кінәлап, біреудің кінәні іздейміз ғой, ал Әсем ханым ойланбастан ер адамның қолынан келе бермейтін іс-әрекетке барып, ер адамдардың бизнесін жүргізуде. Әсем ханым, сізге көп рахмет. Рахмет. Жанар, сізге бір айтып жіберейін. Қазірше біліктінің емес, білімдінің заманы ғой. Неге әйелдер қазір белсенді? Өйткені біз немен жұмыс істейміз, баспен жұмыс істейміз. Бізге қазір қара күштің қажеті жоқ. Өйткені бизнес қара күш талап етпейді, ақылды талап етеді. Бизнес, бос, жұмыс орындарын қалыптастырушы тұлға деп айтсақ күшті болады. Бизнес кәсіпкер кім? Ол жұмыспен, жалақымен қамтамасыз ететін және халыққа, клиентке қызметін ұсынады, я болмаса өнімін беретін тұлға. Көп рахмет сізге. Құрметті мен оқырмандары, бізде әр апта сайын осындай керемет мықты тұлғалармен сұхбат жүргізіп отыратын боламыз. Сау болыңыздар.